Тараз қаласының аумағы кеңейіп, құрамына 14 елді мекен қосылған болатын. Осыған орай тұрғындарға қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында кітапханалар жүйесі де толығып жатыр. Бүгін Сұлутөр алабында заманауи талаптарға сай жаңа кітапхана ғимараты пайдалануға берілді. Мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту жөніндегі жарлығы аясында бой көтерген нысан ел игілігіне айналмақ. Сұлутөр алабындағы Құттыбек Пірімқұлов көшесінде орналасқан жаңа кітапхананың жалпы аумағы 320 шаршы метр. Руханият ошағының кітап қоры 9 мыңнан асады. Оның жартысына жуығы мемлекеттік тілдегі әдебиеттер. Салтанатты ашылу рәсіміне жиналған көпшілік пен шаһар басшылығы жаңа нысанның жұмысымен танысты. Біз осы алап тұрғындарына қосымша штат бөліп, мына компьютерлік сауат бар. Қазір мынау коммуналдық төлемдері бар, пенсия алу бар, мемлекеттік қызметтер бар. Соның барлығына компьютер керек. Мынау үлкен аға буындар, ақсақалдарымыз осындай сұраныс жасады. Соны бізге үйрететін адам берсеңіздер. Міне осы жерде арнайы кабинет ашып, сол аға буынға, ақсақалдарға, әжелерімізге компьютерлік сабақтарын өтсеміз. Шара барысында ардагерлер кеңесінің өкілдері мен облыстық мәслихат депутаттары құттықтау сөз сөйлеп, лента қию рәсімін өткізді. Жаңа кітапхана тек кітап оқитын орын ғана емес, заманауи білім мен шығармашылықты дамытудың орталығына айналмақ. Бұл ғимараттың бүгінгі күндегі халыққа тигізетін пайдасы осы алаптың тұрғындарының балаларына және үлкен зейнеткерлеріне де барлық жастағы тұрғындарына үйірмелер ашылғалы отыр. Бұл зейнеткерлерге арналған компьютерлік білімділігін жетілдіру, өзінің компьютермен, өзінің ЭЦП кілттерімен барлық компьютерге тірліктерін, өздерінің шаруаларын осы жерде бітіруді үйрену. Және сонымен қатар біздің қолөнершілер қаласы болғаннан кейін қолөнер үйірмесі, қолөнерді үйрету. Бұл тек қана балалар емес, үлкен үйде отырған, шаруалықта отырған әйел азаматтарға да қажетті өнер. Сондықтан сурет үйірмесі, қолөнер үйірмесі, домбыра тарту үйірмесі, осындай бірнеше үйірмелер жұмыс істейтін болады. Жергілікті тұрғындар үшін есігін айқара ашқан орталық енді келушілердің рухани ізденісіне серпін беріп, жас ұрпақтың кітап құмарлығын арттыруға қызмет ететін болады. Сабина Орынбек, Дидар Жолшан, 7/7 Ньюс.